Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 8-ші сынып қазақ тіл пәнінен түркі жазба ескерткіштері ортақ мұра атты тақырыптағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Күнделікті тапсырмаларды көріп отыру үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Енді бізге бірінші тапсырманың сұрағы: мәтінді түсініп оқып, стилін анықтаңдар. Сендерге 2 мәтін берілген, және соның барлығын мұқият оқып шығып, олардың стилін анықтаймыз. Яғни бірінші мәтін бұл ғылыми стильге жатады, ал екіншісі публицистикалық стиль. Ережелерін тауып, қарап, нақты түсініп алсаңдар болады. Және осының астындағы белгілі бір сұрақтар бар. Оның бірінші сұрағы: тайпа мен ұлт, сондай-ақ бауырлас халық және көрші халық ұғымдарын синоним ретінде қолдануға бола ма? Жауап: бұл сөздер бір-бірімен синоним бола алмайды. Себебі тайпа дегеніміз алғашқы қауымдық қоғамдағы бір жерде тұратын, тілі бірдей бірнеше рулардан құралған, өзара туыстық байланыстары бар адамдар тобы. Ал ұлт қоғамды ұйымдастырудың анағұрлым кең тараған бірлігі. Сол сияқты бауырлас халық пен көрші халықты бір-бірімен синоним бола алмайды. Келесі екінші сұрақ: түркі жазу күнін белгілеудің қаншалықты маңызы бар? Жауап: Қазақстан Республикасы парламентінің шешімімен 18 мамыр түркі жазу күні деп жарияланды. Үкімет те бұл шешімді ресми түрде бекітті. Бұл біле білгенге үлкен тарихи мәні бар оқиға. Себебі сол жазу арқылы біздің мәдениетіміздің, жазу сызудың негізі қаланды. Яғни түркі жазу күнін белгілеудің маңызы өте зор. Келесі тапсырма бізде үшінші тапсырма. Бұл жерде кесте берілген. Бас әріппен жазылатын күрделі атауларға мысалдар келтіріп, кестені толтыру қажет. Мемлекеттердің қысқарған атаулары. Оған Америка құрама штаттарын, Ресей Федерациясын, Қытай Халық Республикасын, Қазақстан Республикасы деген сияқты мемлекет атауларын бас әріптермен қысқартып жазуға болады. Келесі: мемлекеттік мекемелердің, жоғарғы ұйымдардың күрделі атаулары. Яғни Біріккен ұлттар ұйымы, тәуелсіз мемлекеттер достығы, ЮНЕСКО деген сияқты мекемелердің аттары осылай қысқартылған түрде үлкен әріптермен жазамыз. Келесі: агенттердің, радио телекомпаниялардың аттары дейді. Бұл жерде Жұлдыз радиосы, Азаттық радиосы, Қазақ радиосы деген мысалдарды аламыз. Және мекемелердің, ұйымдардың, академиялардың, институттардың, мұражайлардың атаулары. Яғни Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, әдебиет және өнер институты деген сияқты оқу мекемелерін алуға болады. Келесі: қосалқы анықтауышы бар мекеме, ұйым атаулары. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты. Және бас әріппен жазылатын біріккен жалғи есімдер. Мысалы, оған Ақтау, Айкөркем, Алатау, Барсакелмес деген сияқты бас әріппен жазылатын жалғи есімдерді келтіруге болады. Келесі төртінші тапсырмада ғаламтор желісінен алынған үзінділерде белгілі бір ақаулар, қателіктер жіберілген. Соны біз түзетіп жазуымыз қажет. Бірінші: түркі хандығының ел құраған қайраткерлері мен ел қорғаған қолбасылары білге қаған, тоны көк. Күлтегіннің ерлік істері ескерткіш тілінде ерлікті, туған жер атамекенді сүюді ұлықтайтын мол дүние деп есептейміз. Екінші: сол дәуірде көптеген ғалымдар Томсеннің бұл еңбегін жоғары бағалады. Бұдан соң көп ұзамай Радылов өзінше зерттеп, бұл игілікті дәстүрді одан әрі жалғастырды. Жазба ескерткіштер кейін көптеген ізденіп, бас ғалымдардың зерттеу объектісіне айналды. Үшінші: осынау ұлан-ғайыр жерге қоныстанған ұлыстың тілі де бір-бірімен өзгешеленіп кеткен. Жақын орналасқан түркілер бірін-бірі жақсы түсінсе, керісінше алыс орналасқандар аудармашысыз ұғыныса алмайды. Төртінші: Күлтегін түркі халықтарының ерлік туралы ұғымының жиынтық бейнесі. Оның тұлғасында түркілерге тән ержүрек, өршіл, қайсар, қайтпас мінездер бар. Сондай батырым болса деген ел арманы Күлтегін ерліктерін сипаттау арқылы берілген. Осымен тапсырмалар аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.
Егер сабақ түсінікті әрі пайдалы болса, пікірлеріңді білдіріп, сонымен бірге достарыңа да жіберіңдер.